Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия Ерболқызы. Бүгінгі бейнеде сіздермен 11 түрлі салаттардың жасалу жолымен бөлісемін. Ең бірінші салат бізде өте дәмді, тез дайындалатын, қызылшамен жасалатын салат. Қазір толық жасалу жолын көрсетем. Піскен қызылшаны үкіштен өткізесіздер. Осыны үкіштің кішкентай пышағынан өткізесіздер. Мен тұзды суда пісіріп алдым қызылшаны. Немесе мультиваркада, духовкада пісірсеңіздер де болады. Міне қызылшаны турағаннан кейін екінші сыр қосамыз. Яғни өздеріңізге ұнайтын қатты сыр қосасыздар. Оны да үкіштің кішкентай пышағынан өткіземін. Ұсақтап. Құрметті оқырмандар, осы YouTube каналымда өте көп рецепттері бар және тұрақты түрде рецепттер шығарамын. Міндетті түрде осы каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сырды да үкіштен өткіздім. Мен аз ғана мөлшерде салат дайындап жатырмын. Егер көп қонақ шақыратын болсаңыздар, онда кішкене қоспасын, құрамын көбірек алып дайындайсыздар. Және грек жаңғағын қосамыз. Осындай арнайы салафанға саламын. Содан кейін оқтаумен ұсақтап шығам. Бірақ бұл жаңғақты да арнайы ұсақтағышта ұсақтасаңыздар болады. Яғни басқа да жолдармен. Осылай оқтаумен ұсақтап алам, толығымен біркелкі етіп. Грек жаңғағы дайын, осылай ұсақтап аласыздар. Осындай арнайы пакеттерге салсаңыздар, немесе салафанға, сол кезде шашылмайды. Мені ұсақтап алдымда, енді осы грек жаңғағын қазір ыдысқа саламын, яғни салатқа қосамын. Майонез қосамыз, және де салат жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз қоссаңыздар болады, бірақ мен ешқандай тұз қосқан жоқпын, себебі майонездің өзінде тұзы бар. Салатты араластырғаннан кейін бірден дастарханға қоюға болады. Мен осындай порционный ыдысқа салып, әдемілеп үстіне грек жаңғағын салдым. Салат дайын, баршаңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай, жеңіл салат. Келесі салат бізде өте тойымды, етпен дайындалатын, өте дәмді салат. Міндетті түрде осы салатты дайындауға кеңес берем. Бұл салатқа кинза, шпинат, чеснок, қияр, қызанақ және піскен ет қажет болады. Алдымен піскен етті 4 бұрышты етті видеода көрсетілгендей турап аламыз. Мен сиыр етін алдым, басқа ет қоссаңыздар болады. Каналымда тура осы салатқа ұқсас салат бар, бірақ ол жерде мен етті қуырып қосқан болатынмын. Сілтемесін қалдырамын, видеоның астында көрсеңіздер болады. Ал осы салаттың өзіне мен піскен ет қосамын, жаңағы соуспен араласып, піскен еттің дәмі ерекше болып шығады. Етті турағаннан кейін ыдысқа салып қоямыз. Және осы YouTube каналымда тағы да басқа түрлі рецептермен бөлісемін. Сондықтан видеоның астына подписаться кнопкасын басып тіркеліп алыңыздар. Аптасына 2 рет жаңа рецепт шығады. Енді қиярды тураймыз. Тура видеода көрсетілгенде қиярды турайсыздар. Қиярды турағаннан кейін қызанақты тураймыз. Қызанақты да 2-ге бөліп, содан кейін тағы да бөліктерге бөлеміз. Яғни видеода көрсетілгендей турайсыздар. Бұл салаттың жасалу жолы өте оңай. Тек етті пісіру үшін уақыт кетеді, бірақ өте оңай және дәмді болып келеді. Ең бастысы өте тойымды салат. Жеңіл тамақпен бірге беруге болады. Содан кейін шпинатты тураймыз. Шпинатты кішкене ірі етіп видеода көрсетілгендей турадым. Және кинзантты турайсыздар. Кинзантты өте ұсақтаудың қажеті жоқ. Чеснокты да өте ұсақ етіп турайсыздар. Мен чеснокты тамаққа да, салаттарға да үнемі қосамын. Тәбетті ашады, бір жағынан өте пайдалы, өзіме ұнағандықтан барлық тамаққа қосамын. Енді чеснокты қосуға сіздерге де кеңес беремін. Бірақ енді әр адамның өзінің қалауы бойынша. Кейде болады, чеснокты ұнатпайтын адамдар болады.
чеснокты сақтап турағаннан кейін бөлек ыдысқа саламыз. Бізге соусқа қажет чеснок. Чесноктың үстіне 1 кішкентай қасық қара бұрыш, 1 кішкентай қасық паприка, 1 кішкентай қасық кориандр, және жарты кішкентай қасық қызыл бұрыш, 2 үлкен қасық соевый соус қосамын. Барлық рецепті видеоның астына жазбаша түрде жазып қоямын. Сол жерден де оқысаңыздар болады. Тағы да 1 үлкен қасық алмалы уксусты қосамын. Ең артынан қызып тұрған сұйық майды осы соустың үстіне, яғни приправалардың үстіне құясыздар және жақсылап қасықпен араластыру керек. Бұрышты мөлшерлеп дәміне қарай өздеріңіз қоссаңыздар болады. Ащы болгар бұрышын қоссаңыздар да болады. Мен бірақ көп мөлшерде қоспадым. Маған қатты ащы салат қажет емес. Бірақ егер сіздерге ащы салат қажет болса, әрине қызыл бұрыш, қара бұрыш, ащы болгар бұрышын қоссаңыздар болады. Салатты аздап араластырамыз. Содан кейін дәміне қарай тұз қосамыз. Тұзды соусқа қоссаңыздар да болады, бірақ мен нақты көзбен мөлшерлеп салғандықтан тұзды бөлек салаттың өзіне қостым. Және жақсылап тұрып соуспен тұзбен салат араластырасыздар. Содан кейін тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қойсаңыздар, салаттың суы шығып өте дәмді болып тұрады. Тура осы салатты мен рецептім бойынша жасасаңыздар, видеоның астына лайк басып, комментарий жазып, және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын. Граф салаты, бұл салатты өте әдемі және тойымды болып келеді. Бұл салатты әркім әртүрлі жасайды. Мен сіздерге өзім жасайтын нұсқасымен бөлісемін. Ол үшін бізге піскен жұмыртқа, піскен тауықтың жұмсақ еті, піскен қызылша, чернослив, қатты сыр және майонез қажет болады. Қызылшаны теркадан ұсақтап өткіземіз. Мені қызылшаны турап қойдым. Содан кейін қатты сырды да теркадан өткіземіз. Мен ұсақ жағынан өткізем. Сырды турап қойдым. Енді жұмыртқаны теркадан өткіземіз. Негізі жұмыртқаны қолмен турасаңыздар да болады. Себебі жұмсақ білінбей кетеді. Тауықтың етін мен ұсақтап тураймын. 4 бұрышта қылдырып тураймын. Үлкен, ұсақ, маңызды емес. Турап болдық. Енді черносливті ұзынша қылдырып, ұсақ қылдырып тураймыз. Видеода көрсетілгенде. Жуып кептіріп алыңыздар турайтын алдында черносливті. Енді мен осындай разъемный форма аламын, арнайы. Осы формаға қызылшаны саламын. Теркадан өткізілген. Енді қасықпен түзулеп шығамын. 1 келкі қылдырып. Содан кейін майонезді жағамын. Майонезді көбірек мөлшерде салсаңыздар да болады. Ол әркімнің дәміне қарай. Мен орташа мөлшерде салам. Содан кейін тауықтың етін саламыз. Тағы да майонез саламыз. Майонез жағып шығамын. Чернослив саламыз. Тағы да майонез саламыз. Және ақырындап үстін жағып шығамыз. Және теркадан өткізілген жұмыртқаны саламыз. Мен жұмыртқан бірден сарысын, ағын бірге өткіздім теркадан. Негізі бөлек-бөлек өткізіп салса да болады. Ақырындап түзулейміз. Майонез жағамыз.
және қатты сырды теркадан өткізгеннен үстіңгі қабатына саламын. Енді бұл жерде майонез жақпаймыз үстіңгі қабатына. Әдемі болу үшін шетіне туралған укропты сеуіп шығамын. Енді оформлениясын өз қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Мен осылай жасадым. Негіз бұл салаттың жасалу жолы өте тез, және андай жұмсақ болып шығады, өте дәмді, нәзік салат болып шығады. Енді холодильникке 2 сағатқа қойып қоямыз. Барлық жақсы көретін сүйіп жейтін селедка под шубой салатын бірге дайындайық. Бейненің соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ол үшін мен қызыл балық алдым, бірақ басқа балық қоссаңыздар болады. Мен қызыл балықты алған себебім сүйегі жоқ және өзіме ұнайды. Ұсақтап тураймыз. 4 бұрышты етіп. Бұл салатты барлығы біледі, жасайды, бірақ мен YouTube каналымда дәл осы салаттың жасалу жолы болмағандықтан бүгін дайындадым. Және видеоға түсіріп алдым, сондықтан сіздермен бөліскім келді. Балықты турағаннан кейін ыдысқа саламыз. Өзім өте жақсы көретін салаттардың бірі. Жаңа жыл жақындағанда, қыс жақындаған кезде үнемі осы салатты дайындаймыз. Енді балықтың үстіне бірден картопты үкіштен өткіземін. Балық өте майлы болғандықтан үстіне майонез салмадым. Қажетті мөлшерде картопты үкіштен өткізгеннен кейін, осылай видеода көрсетілгендей формасын келтіреміз. Картоптың үстіне майонез саламыз. Және майонезді видеода көрсетілгендей қасықпен жағамыз. Картоптың үстіне сәбізді үкіштен өткіземіз. Бұл салатқа қажетті мөлшерде көкөністерді үкіштен өткізгеннен кейін ортасына майонез жағамыз. Бірақ тұз да қосып жатады, дәміне қарай тұз қоссаңыздар да болады. Бірақ майонездің өзінде тұз болғандықтан мен тұз қоспадым. Сәбізді де үстін басып формасын келтіреміз және майонез жағамыз. Осы YouTube каналымда түрлі видео рецепттермен бөлісемін. Сондықтан осы видеоның астында подписаться кнопкасын басып, тіркеліп алыңыз. Енді үкіштен қызылшаны өткіземіз. Қызылшаны да бір келкі болу үшін үстін басамыз. Майонез саламыз. Майонез жағамыз қызылшаның үстіне. Салат дайын болған кезде артынан жұмыртқаны үкіштен өткізіп саламын. Әдемі болып шығады, бірақ әр адам әр түрлі жасайды, сондықтан өздеріңіз әдемілік үшін басқаша етіп дайындасаңыздар болады. Под шубой салаты дайын, баршаңызға рахмет, ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, енді білмейтін адам жоқ шығар, сонда да бөліскім келді. Дастарханда әдемі болып тұратын ерекше салаттардың бірімен бөліскім келіп тұр. Бұл салат сіздің жақындарыңыздың жүрегінен орын табады және барлығына ұнайды. Сондықтан өкінбейсіздер, міндетті түрде осы салатты дайындап көріңіздер. Тауық етін 4 бұрышты етіп тураймыз.
Құрметті оқырмандар, мен осы каналымда тұрақты түрде жаңа рецепттермен бөлісемін. Сол үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тіркелу үшін осы видеоның астында подписаться кнопкасы бар, соны бассаңыздар жеткілікті. Тауықты жақсылап төрт бұрышты етіп ұсақтап тураймыз. Бұл салатқа қосылатын барлық ингредиенттер өзара өте жақсы үйлеседі, сондықтан салат ерекше дәмді болып шығады. Тауық етін турағаннан кейін ыдысқа салдым. Келесі кезекте сыр. Өздеріңізге ұнайтын дәмді сыр алғандарыңыз дұрыс, және қатты сыр болсын, тым жұмсақ болмасын. Үкіштен өткізіп, тауық етіне қосамыз, яғни ыдысқа саламыз. Содан кейін піскен жұмыртқаны үкіштен өткіземіз. Мен бұл салатты бір жерден қоятын етіп дайындап жатырмын. Егер сіздерге бірнеше жерге қою қажет болса, онда салатты көбейтіп дайындайсыздар. Ең соңғы бізде қара өрік, яғни қара өрікті бірнеше бөлікке бөлеміз. Яғни кепкен қара өрікті. Турағаннан кейін осы қара өрікті салатқа қосамыз, ыдысқа саламыз. Ең соңғы майонез қосып жақсылап араластырамыз. Майонездің орнына қаймақ қосуға болады. Мен тұз қоспаймын, себебі майонездің өзінің тұзы бар. Салат дайын, өте дәмді болып шығады. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Келесі тағы да бір дәмді салаттардың бірі, өте тойымды. Тек салат емес, ас ретінде де жеуге болады. Сондықтан менімен бірге жасап көріңіздер. Дастарханнан бірінші жоқ болады ғой. Алдымен қиярды жақсылап жуып, қажет емес жерлерін кесіп алып тастайсыздар. Содан кейін бейнеде көрсетілгендей ұсақтап тураймыз. Құрметті оқырмандар, менің осы каналымда көптеген рецепттер бар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Тағы да жаңа рецепттер болады. Қиярды ұсақтап тураймыз. Бұл салаттың бір жақсы жері, жазда да, қыста да жақсы желінетін салат, ешқандай майонезсіз, өте дәмді, сондықтан жасап көріңіздер. Майлы да болмайды. Мені қияр турап қойдым. Ыдысқа барлығын саламыз. Содан кейін болгар бұрышын, яғни тәтті бұрышты аласыздар. Мен осындай қызылын және жасылын алдым. Егер сарысы болса, сарысын қоссаңыздар да болады. Бұрышты да ұсақтап тураймыз. Тура бейнеде көрсетілгенде турай бересіздер. Ұсақтап. Егер сіздерге ащы салат ұнаса, онда жартылай ащы болгар бұрышын қоссаңыздар да болады. Немесе бір кішкентай ащы бұрыш қосып жіберсеңіздер болады. Енді біз отбасымызбен қатты ащы салат жемейміз, сондықтан бұл жерде мен тек тәтті бұрыш қана қостым. Мен екі түрлісін алдым, екі түстісін, яғни қызыл және жасыл. Болгар бұрышын турағаннан кейін ыдысқа қиярға саламыз. Содан кейін қызанақты тураймыз. Қызанақтың да қажет емес жерлерін алып тастайсыздар, жақсылап жуып, тура бейнеде көрсетілгендей ұсақтап тураймыз. Жіңішке етіп турайсыздар барлығын, біркелкі алып. Қызанақтың кішкене қаттылау болса, тіпті жақсы, себебі қатты жұмсақ болса, ол езіліп, суы ағып кетеді. Түрлі сорттары бар ғой қызанақтың да. Мен осылай сопақ түрін алдым. Осы салатқа жақсы келеді. Дайын қызанақты ыдысқа саламыз. Содан кейін піскен етті тураймыз, менде сиырдың еті. Ұсақтап турайсыздар, енді біркелкі турауға келмейді ет, сонда да ұсақтап жіңішке етіп турауға тырысасыздар ғой. Егер осы рецепт бойынша салатты дайындасаңыздар, міндетті түрде комментарий бөлімінде бөлісіңіздер. Және де осы бейнеге лайк басып, қолдап жіберіңіздер. Қазақ контентін мен өте қатты қуанып қаламын. Сіздер үшін ол бірнеше секундтық жұмыс, ал мен соған қатты қуанамын. Сондықтан баршаңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен тек тексерілген, өзіме ұнайтын рецепттермен ғана бөлісемін.
Туралған етті де ыдысқа саламыз. Ең соңғы біз көк шөпті тураймыз. Бұл жерде көк жуа және кинзаны қосамын. Кинза дәмін ерекше етіп шығарады. Өзіме кинза қатты ұнайды. Ұсақтап тураймыз көк шөпті. Ыдысқа саламыз. Содан кейін бір кішкентай қасық кориандр, бір кішкентай қасық қызыл бұрыш, 1,5 ас қасық соевый соус қосамыз. Енді дәміне қарай кішкене соевый соус көбірек қоссаңыздар да болады, және тұз қосамыз дәміне қарай. Мен зәйтүн майын қостым, сүйек майын қосуға да болады. Содан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Енді тұзды дәміне қарай қосасыздар, бұрышты да дәміне қарай қосасыздар, себебі егер ащы салат керек болса көбірек қосасыздар. Баршаңызға ас болсын, жасасаңыздар комментарийде бөлісіңіздер. Өте әдемі дастарханның көркін келтіретін салаттардың бірі. Бірге жасап көрейік. Бұл үшін бізге пияз, сыр, піскен сәбіз, картоп, жұмыртқа және тауықтың еті қажет болады. Пиязды ұсақтап төрт бұрышты етіп тураймыз. Бұл салат өте тойымды болып келеді. Мен осы бейнеде бір тарелкаға ғана дайындаймын. Барлық қажетті заттар осы бейненің астында жазылып тұрады. Дайын пиязды ыдысқа салып, үстіне алманың уксусы, қант, тұз және қайнаған суық суды қосып, жақсылап араластырып, шетке қойып қоямыз. 10-15 минутқа. Содан кейін піскен картопты үккіштен өткіземіз. Үккіштің ең кішкентай пышағынан өткіземін. Содан кейін піскен сәбізді де үккіштен өткіземіз. Осы каналымда көптеген жаңадан рецепттер шығады, сондықтан жаңа рецепт жіберіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кезекте сырды үккіштен өткіземіз. Қатты сыр болғаны дұрыс. Мені барлығы дайын өткіздім. Енді салатты жинауды бастаймыз. Ең бірінші, мен осындай форма қолдандым. Ең бірінші біз тауықтың етін саламыз бірінші қабатына. Мен тауықтың етін осылай қолмен бөлшектеп турадым. Себебі өте жұмсақ, негізі пышақпен ұсақтап турауға да болады. Тауықтың етін мен тұзды суда пісіріп алдым. Мені қажетті тауықтың етін салдым. Содан кейін үстіне майонез саламын. Еттің тұзы бар, сондықтан ешқандай тұз салмай бірден майонезді жағатын боламын. Егер сіздерде еттің тұзы болмаса, аздап тұз сепсеңіздер болады. Майонезді жақсылап жағамыз. Содан кейін піскен картоп саламыз. Піскен картопты да біркелкі етіп жайып, содан кейін майонез жағамыз. Менде форманың диаметрі 17 сантиметр. Бір жерден ғана жасаймын салатты. Майонез жақсылап жағамын картоптың үстіне. Содан кейін жаңағы біздің маринадталған пиязды саламыз. Пияздың суын алып тастайсыздар. Майонез жағамыз. Піскен сәбізді саламыз. Піскен сәбізді салғаннан кейін жақсылап үстін басып, жайып шығамыз, яғни біркелкі формада болғаны дұрыс. Майонез саламыз. Мен тұз салып жатқан жоқпын. Аздап тұз, бұрыш салып, содан кейін майонез жақсаңыздар болады. Менде барлық көкөністер тұзды, себебі мен тұзды суға пісірдім. Сыр саламыз. Сырдың өзінің тұзы бар, сондықтан тек майонез салам. Қолжетімді заттардан дайындалатын салат. Толық рецепт осы бейненің астында жазылып тұрады. Енді жұмыртқаның ішіндегі сарысын аламын. Сарысын үккіштен өткіземін. Ағын ең үстіңгі қабатына
салатын боламын салатын. Осы бейненің оң жағында, жоғары жағында салаттар плейлисті шығады. Сол плейлистке кірсеңіздер түрлі салаттардың рецепттері бар, кіріп көріңіздер. Енді жұмыртқаның сарысын үкіштен өткізгеннен кейін үстіне майонез салып жағып шығамыз. Негізі ең бірінші жұмыртқаның ағын, содан кейін сарысын салсаңыздар да болады. Мен әдемі болу үшін ең үстіңгі қабатына жұмыртқаның ағын үкіштен өткізіп саламын. Майонез саламыз ең үстіңгі қабатына да. Дайын салатты әдемілеймін. Укропты сақтап тұрадым және осы салаттың ең үстіңгі қабатына тек шетіне ғана салып шығамын. Өз қалауларыңыз бойынша әдемілесеңіздер де болады. Және анардың дәндерін осылай салып шығамын. Шырша секілді өте әдемі болады. Жаңа жылдық салат. Осы салатты 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямын. Тоңазытқыштан шығарғаннан кейін ақырында формасын аламын. Міне салат өзінің формасын жақсы ұстап тұр. Қараңыздаршы, қандай әдемі салат болып шықты. Өте тойымды болып шығады бұл салат. Қазір кесіп сіздерге көрсетемін. Мен тек өзіме, отбасыма дайындап жүрген салаттармен бөлісемін. Барлығы тексерілген, сондықтан ойланбастан дайындап көрсеңіздер болады. Қараңыздаршы, қандай нәзік және әдемі болып шықты. Майонезсіз баклажанмен дайындалатын ерекше дәмі бар салат. Бұл салатты кез келген аспен жей беруге болады. Яғни майонез жақсы көрмейтіндер үшін керемет салат. Сондықтан менімен бірге дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызға да, қонақтарыңызға да ұнайды. Алдымен баклажанды жуып, сыртындағы қабығын алып тастаймыз. Толығымен алып тастайсыздар қабығын. Мен бұл салатқа 2 баклажан қостым. Егер сіздерге көбірек салат қажет болса, онда баклажанды да көбірек аласыздар. Енді осы таза қабығы алынған баклажанды бейнеде көрсетілгендей тураймыз. Өзім баклажаннан салаттарды өте жақсы көремін. Осы YouTube каналымда да тағы да басқа салаттардың түрлері өте көп. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Баклажанды турағаннан кейін ыдысқа саламыз және тұз қосамыз. Мен жарты үлкен қасық қостым. Содан кейін жақсылап араластырамыз. Кейде баклажанға тұз қосқаннан кейін су құйып, суда ұстайды, бірақ мен су құйған жоқпын. Тек осылай тұзды салып араластырып 20-25 минутқа шетте қойып қоямын. Содан кейін болгар бұрышын тураймыз. Баклажан кішкене тұру қажет. Менде 2 түрлі, 2 түсті баклажан алдым. Яғни біреусі тәтті бұрыш, біреуі жартылай ащы. Түрлі түсті алған себебім салатта өте әдемі көрінеді. Бұрыштарды тураймыз бейнеде көрсетілгендей. Сары бұрышты турағаннан кейін қызыл бұрыштың тек жартысын ғана тураймын. Яғни бұл жерде мен бұрыштың тек жартысын ғана алдым, толығымен екеуін қосқан жоқпын. Дайын туралған бұрышты ыдысқа саламыз. Содан кейін кинзаны қосамыз. Кинзаны жуып, тазалап, ұсақтап тураймын. Міндетті түрде кинза қосыңыздар, сол кезде салаттың дәмі ерекше болып шығады. Кинзадан кейін көк жуаны қосамыз. Көк жуанды ұсақтап тураймыз. Кинзаны шетке алып қояйын. Көк жуа мен аздап қана алдым. Салатқа жеткілікті. Ұсақтап тураймыз. Енді осы туралған көк шөпті ыдысқа саламын, яғни болгар бұрышының үстіне қосамын. Содан кейін осы жерге біз чеснокты ұсақтап турап қосамыз, яғни пышақпен де турауға болады. Мен осыны чеснокодавкамен езіп, жаңағы 4 чеснокты қосамын. Чеснокты міндетті түрде қосыңыздар, салаттың дәмін шығарады. Содан кейін 2 кішкентай қасық паприка қосамын. 2 кішкентай қасық қант қосамын.
2 ас қасық соевый соус қосамын. 1 ас қасық 6% уксус қосамын, яғни алманың уксусы 6%. Содан кейін сүк май қоссаңыздар болады, мен зәйтүн майын қостым. Яғни 2 ас қасық қосамын. Жақсылап барлығын араластырамын. Иісі де, дәмі де ерекше болып шығады. Жақсылап араластырамын. Араластырғаннан кейін шетке алып қоямын. Енді бізде шетте тұрған 20-25 минутқа қойып қойдық қой баклажанды. Менде 20 минутта тұрды, міне дайын. Уже жұмсарды, суы шықты, көрдіңіздер ғой. Енді осы баклажан дайындаймыз. Баклажанның суын алып тастаймыз, артық суын. Содан кейін бұл баклажанда толығымен су кетпейді. Баклажанды сығып, тағы да артық суын алып тастаймыз. Яғни баклажанда ешқандай су болмау қажет. Бірақ енді сыққан кезде баклажан қатты езіліп кетпесін. Барлық суын алып тастаймыз. Баклажан дайын. Табаға сүк майды құйып, толығымен жақсылап қызғанша қойып қоямыз. Жоғарғы отқа қойып қоясыздар. Баклажан дайын. Енді осы баклажанға жүгері крахмалын қосам. Егер сіздерде картоп крахмал болса, сол крахмалды да қосуға болады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Жақсылап крахмалмен баклажанды араластырамыз. Содан кейін осы баклажанды қызып тұрған майда қуырып аламыз. Және алдымен осындай салфетка салынған ыдысты дайындап қойыңыздар. Баклажанның барлығын қызып тұрған майға саламыз. Бір-бірлеп саламын. Баклажанды ортаңғы отта қуырамыз. Бір жағы толығымен қуырылғаннан кейін екінші жағына аударасыздар. Немесе жақсылап араластыру қажет. Өте тез қуырылады. Тура картошка фри сияқты шығады, және өте дәмді. Тура бейнеде көрсетілгенде қуырылуы қажет. Толығымен қуырылғаннан кейін баклажанның барлығын аламыз. Ыдысқа саламын. Мен осыны ыдысқа салып жатырмын. Баклажан дайын, барлық баклажанды тура солай қуырып аласыздар. Содан кейін дайын баклажанды ыдысқа саламыз. Баклажанның өзінде жеуге болады, өте дәмді болып шығады. Содан кейін осы баклажан үстіне біздің дайындап қойған заправкамыз саламыз. Барлығын салып, жақсылап баклажанмен бірге араластырамыз. Салаттың иісі де, дәмі де өте ерекше болып шығады. Жақсылап араластырғаннан кейін 1 немесе 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар болады. Көрдіңіздер ме, қандай әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазір ыдысқа салып, әдемілеп сіздерге көрсетемін. Түсі де, дәмі де өте дәмді, әдемі болып шығады. Мен сіздерге түрлі салаттармен бөлісіп жатырмын. Барлық салат бір-біріне ұқсамайды, құрамы да, дәмі де. Сондықтан жаңа жылға, мейрамдарға, жай ғана отбасыларыңызға дайындап көрсеңіздер болады. Өте әдемі, анарды жақсы көретіндер үшін пайдалы салат деп айтуға да болады. Столдың көркін ашатын салаттардың бірі. Алдымен піскен тауық етін ұсақтап, төртбұрышты етіп тураймыз. Өте ұсақтап турағандарыңыз дұрыс. Содан кейін қызанақты тураймыз. Мен 200 грамм тауық етін және бір үлкен қызанақ қостым. Сіздер қанша салат керек, соған қарай мөлшерлеп дайындасаңыздар болады. Қызанақты да ұсақтап төртбұрышты етіп тураймын. Каналымда аптасына 2 рет жаңа рецепт шығады. Сондықтан осы видеоның астында подписаться кнопкасын басып, тіркеліп алыңыздар. Қызанақты тауық етіне қосамыз. Содан кейін сырды үккіштен өткіземіз. Ұсақтап өткізесіздер.
Содан кейін піскен жұмыртқаны үкіштен өткіземіз. Майонез саламыз. Майонезді мөлшерлеп саластыр және салатты жақсылап араластырамыз. Толығымен араластырып болғаннан кейін тарелкаға саластыр, яғни мен ортасына стакан қойдым, жаңағы салаттың ортасы ашық болу үшін. Стакан жан-жағына толығымен салатты саламыз. Формасын біркелкі етіп жасайсыздар салаттың. Міне, салат дайын, стаканды алып тастаймын. Енді осы салаттың сыртына анардың дәндерін жабыстырамыз, яғни әдемі болу үшін. Менің ыдысым өте кішкентай, сондықтан мен бір жерден ғана жасадым. Сіздер мөлшерлеп салатқа керекті ингредиенттерді алып жасасаңыздар болады. Салат дайын, баршаңызға ас болсын. Бұл салаттардың патшасы деп айтуға болады. Ананаспен дайындалады, өте дәмді, мен ең сүйікті салаттарының бірі. Алдымен ыдысқа піскен тауық етін ұсақтап тураймыз. Яғни ұсақтап тураған кезде пышақпен турасаңыздар да болады. Бірақ ет өте жұмсақ болғандықтан мен қолмен осылай етті ұсақтап тураймын. Құрметті оқырмандар, осы YouTube каналында көптеген рецептілер бар. Тәттілердің, тамақтардың, салаттардың, қыстық салаттардың барлығының рецептілерін көру үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы бейненің төменгі жағында тіркелемін деген батырма бар, соны бассаңыздар жеткілікті. Тауық етін ұсақтап, осы қолмен ажыратып турап алдым, дайын. Енді үстіне майонез жағамыз. Майонезді тура осы бейнеде көрсетілгендей тек қана үстіне осылай салып шықсаңыздар болады, бірақ мен жақсылап жағамын. Жаққан кезде кішкене дәмі кіреді салаттың. Содан кейін ананас саламыз. Мен консервіленген арнайы банкіде сатылатын ананастың кезектерін сатып алдым. Бірақ ананастың өзінде сатып алып, бірнеше бөлікке бөліп, салатқа қоссаңыздар болады, тіпті дәмді болады. Міне барлық ананас салғаннан кейін сырды үкіштен өткіземіз. Негізі үкіштің кез келген пышағынан өткізе берсеңіздер болады. Мен үлкен жағынан өткізіп жатырмын. Сырды да кез келген ала беріңіз, кішкене қатты болса болды. Сырды салғаннан кейін біркелкі етіп, осылай ананастың үстіне тарелкаға жақсылап қойып шығам. Яғни жайып шығам. Содан кейін осы сырдың үстіне аздап майонезді жағып шығамын. Бұл салат өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздерші. Енді ерекше дәмді, бір жасағаннан кейін қонақ шығарған кезде де өздеріңізге де жасайтын боласыздар. Және ең соңғы піскен жұмыртқаны үкіштен өткіземіз. Жақсылап үкіштен өткіземіз. Содан кейін жақсылап осы тарелканың үстіне жайып шығамыз. Содан кейін майонез жағамыз. Майонезді мен осындай силиконды күрекшемен жағып шығам. Салаттың үстіне өте ыңғайлы және жақсы жағылады. Енді кішкене жабысады әрине күрекшеге. Біркелкі етіп жағылады. Содан кейін ең соңғы ананаспен салатты әдемілеймін. Бірақ ол міндетті түрде ананастың барлығын салудың қажеті жоқ, көп мөлшерде. Аздап қана, шетіне ғана ананасты қойып шықсаңыздар да болады. Менде енді ананас көп қалғандықтан осылай әдемілеп шықтым. Баршаңызға ас болсын. Егер осы рецепт пайдалы болса, осы рецепт бойынша салат дайындасаңыздар, комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар. Соңғы салат кептірілген өрікпен дайындалады.
өте дәмді және тойымды салаттардың бірі. Баршаңызға кеңес беремін жасауға. Ол үшін бізге тауықтың еті қажет болады. Тауықтың етін мен суға тұз қосып пісіріп алдым. Содан кейін видеода көрсетілгендей ұсақтап 4 бұрышты етіп тураймыз. Туралған тауықтың етін шетке алып қоямын. Келесі кезекте алманы да 4 бұрышты етіп тураймыз. Бұл салатқа қатты алма алғандарыңыз дұрыс. Сол кезде салат дәмді болып шығады. Мен жасыл алма алдым. Негізі кез келген түсті алма ала беріңіздер. Алманы да шетке алып қоямын. Содан кейін кептірілген өрікті ұзынша етіп ұсақтап тураймыз. Менде өрік кішкене қатты болғандықтан жылы суға салып жібітіп алдым, әрине жуып алдым. Сіздерде егер жақсы жұмсақ өрік болса, онда жуып бірден турай беріңіздер. Өрік дайын. Содан кейін сырды үкіштен өткіземіз. Мен қатты сыр алдым. Қатты жұмсақ болмас, негізі орташа жұмсақ сыр да қосуға болады. Ең басты өздеріңізге ұнайтын дәмді сыр болса, салат та өте дәмді болып шығады. Содан кейін піскен жұмыртқаны қосамыз. Мен мына жерде сарысын және ағын бөліп жатырмын. Себебі жұмыртқаның ағын жаңағы салаттың ең үстіңгі бетіне әдемі болу үшін саламын. Жұмыртқаның сарысында ағында үкіштен ұсақтап өткіземіз. Жұмыртқаның ағында үкіштен өткіздім. Содан кейін салатты жинаймыз, яғни барлық қажетті заттарды турап қойдық. Ең бірінші тауықтың етін саламыз. Содан кейін майонез салып, осылай жағып шығасыздар майонезді. Содан кейін алманы саламыз. Алма қарайып кетеді. Егер қараймасын десеңіздер, лимонның суын қосып, алманы араластыруға болады. Сол кезде алма қараймайды. Енді мен лимон суын қоспадым. Бірден туралған алманы салып, үстіне майонез салдым. Сырды саламыз. Сыр өте жұмсақ болғандықтан майонезді құйғаннан кейін үстіне жақпай қойыңыздар, сырдың үстіне. Себебі жаңағы салаттың көлемі кішкентай болып қалады. Сондықтан бірден сырға майонезді қосқаннан кейін жаңағы кептірілген өрікті салыңыздар. Кептірілген өріктен кейін жұмыртқаны сарысын саламыз. Майонез саламын аздап. Содан кейін ең үстіңгі бетіне салаттың жұмыртқаның ағын саламыз. Енді бұл жерде өздеріңіз көріңіздер, жұмыртқан сарысында ең үстіңгі бетіне салуға болады салаттың, яғни әдемі болу үшін. Салат өте дәмді, биік және тойымды болып шығады, сондықтан жасап көріңіздер. Әдемі болу үшін осы салаттың үстіне кептірілген өрікті қойып шығамын. Негізі өз қалауларыңыз бойынша әдемілесеңіздер де болады. Енді мен салатқа кептірілген өрік қосқандықтан жаңағы үстінде өрікпен әдемі етіп жасадым. Тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қойыңыздар, сол кезде дәмді болып шығады. Құрметті оқырмандар, осы салат дайындасаңыздар, міндетті түрде комментарийда бөлісіңіздер, видеоларыма лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлфия Ерболқызы, баршаңызға рахмет және ас болсын.